Өлім қорқынышты оқиға. Қашанда табыт көрсеңіз, орындарыңыздан тұрыңыздар. Бір дінге сенуші ауырып жатқан досын көруге бара жатса, ол жүрген жолдар жаннат бағымен барабар. Қашанда жүрген ортаңда алауыздық шықса, көпшілік жаққа өтіп кетіңіз. Иманды адам уәдеге берік болады. Дінге сенушілер бір-бірінің басына түскен ауыртпалыққа ортақ болулары керек. Кісінің малын нақыққа жеуге әуес адамдар қиямет күні тозаққа барады. Тау-тамайда қара қылды қақ жарып, адал төрелік етіп, әділ шешім айтатындар жақсы адамдар. Әр адам нағашысын өз әкесіндей сыйлап, құрметтеуі керек. Тәңірге және оның елшісіне мақұл келетін екі қасиет – сыпайылық, салиқалық. Қарыз иесінің сөйлеуге хақы бар. Әрбір нәрсенің шегі бар. Бақыты келген адам өзін дұрыс ұстап жақсы жүрсе, одан жақсылық күтуге болады. Алда-жалда кеудесіне нан пісіп, менмендік таныта бастаса, оны дұрыс адамдар санатына қоспаңдар. Сөзде сиқыр, өлеңде даналық бар. Сіздер адамдарды байлықпен қызықтыра алмайсыңдар. Одан гөрі ашық жүз, ақ ниеттеріңе сеніңдер. Шын қуаныш осы қасиеттерде. Тек қана қайырлы, сауапты істерді орындау керек. Кімде-кім біреудің мал-мүлкін зорлықпен тартып алса, ол ислам жұртынан емес. Кімде-кім біреудің жерін қулықпен иеленсе, қиямет күні Тәңірінің қаһарына ұшырайды. Амандасып, бір-біріңе сәлем беріп жүріңдер, бір-біріңді асқа шақырыңдар. Тәңірі бұйрығымен өзара сыйлас болыңдар. Иманның жақсысы сабырлылық және кең пейілділік. Садақаның жақсысы деннің сау кезінде дүние жиып, өмірге құлшынып, сорлылықтан қорқатын кезде берген садақа. Садақаның абзалы шөлдеген адамға сусын беру. Садақаның абзалы дінге сенуші адамның білім үйреніп, және оны өзгелерге де үйретуінде. Әуелі анаңа, тағы да анаңа, сосын тағы да анаңа, кейін барып атаңа жақсылық жаса. Қашанда ер кісі әйеліне, әйел кісі еріне қараса, Тәңірі де оларға рахмет назарымен қарайды. Бірінің алақанына екіншісі алақанын қойса, саусақтары арасынан күнәлары төгіледі. Жеңіл жүріс, былапыт сөз исламда жоқ нәрселер. Тілін түзеген кісіге Алланың рахметі жаусын.